Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 15 қыркүйек күні болжам. Бүгінгі күнде шаш қайдыруға онша емес, жол жүргеде онша емес деп көрсетеді. Өйткені авариялар өте көп болуы мүмкін, күннің өзінде столкновение өте көп, абайлау керек. Көп жерде жаңбыр жауы мүмкін, өйткені от пен судың столкновениесі жыландарға стресс, ол доңыздарға да стресс, абайлаймыз. Бүгінгі күнде маңызды нәрсе, еш нәрсе жасамаймыз, бірақ ата-анаңызға хабарласыңыз, мамаңызбен сөйлесіңіз. Егерде өзіңізде ана болатын болса, балдарыңызбен сөйлесіңіздер. Бүгін үйден тәтті іш шықсын, балдарыңызға тәтті нәрсе пісіріп беріңіздер. Көбінесе үйде болсаңыздар, жаңа іс бастамасаңыздар жақсы деп көрсетеді. Тәтті иіс пісір деп атқаным, енді 23-не дейін ашаруақтар айы, жолыңыз болады, сәттілігіңіз артады, осы тәтті иіс шығып тұратын болса 23-не дейін. Және міндетті түрде Құран оқытылып, дұғаларыңыз жасаңыздар. Енді бүгінгі күннің негізі энергиясы отырып бір нәрсені қатты алғыңыз кеп, бірден болды, осын шештім, аламын, либо әдемілікке зат алғыңыз келе ма, әйтеуір аяқ астынан отырып бір ақша шығарғыңыз кеп, бір нәрсе сатып алғыңыз келетін энергия жүреді. Бүгін просто басыламыз, еш нәрсе алмаймыз. Ертең оны да жонатпай қалуыңыз да мүмкін, қаншама ақша шығарған кезіңізде. Сондықтан бүгін қанша алғыңыз келіп, болды, ешкім қалмай қойды, бәрін алғым кеп тұр дейтін болсаңыздар, шамалы сабырлық қылыңыздар. Ертеңге дейін күн бар, ертеңге дейін сәл ертеңгі күнге барғаннан кейін, даже оны вообще маған керегі де жоқ екен деп ойлауыңыз мүмкін. Тышқандар, бүгін 15 қыркүйек күні сіздерге бір күйіп пісіп қалған, тез бола қоймайды. Мыналар тез біте қоймады, тез сөйлей қоймайды, өзім тез жасай қоймадым, либо балдар тез жасай қоймады деп, әйтеуір тез нәрсенің кесірінен бір стресс болуы мүмкін. Бірақ сіздерге мынандай жолды шығып тұр. Шамалы стресс, тез бола қоймадың кесірінен. Бірақ мен балдарым өте ақылды, ақшаны жақсы жұмсай біледі деуіңіз мүмкін. Бірақ сонымен қатар сол эмоция, тез ашулану, сондай нәрсе бар. Бірақ күннің соңында жақсы ақша түсуі мүмкін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сиыр жылы, барыс жылы туылған болсаңыз, тышқандар дедім да, декабрь айында туылғандар деп айтпаппын ғой. Тышқандар либо декабрь айында туылғандар алдыңға біріңізді. Енді сиыр жылы, либо барыс жылы туылсаңыз, немесе январда туылсаңыз, немесе февральда туылсаңыз, марттың 4-не дейін, онда бұл болжам сізге арналады. Бүгінгі күнде тілімізге абай боламыз. Именно тіліңіздің кесірінен, бір әңгіме айтқанның кесірінен, либо сізге жала жабам айтты деп жұмыстан шығарып жіберуге дейін сондай мүмкіндік бар. Егерде өзіме жұмыс жасаймын, қолмен жұмыс жасаймын, либо заводта да жұмыстан шығарған жоқ, бірақ жұмыс жасаймын қолмен дейтін болсаңыз, өзі көзге көрінесіз, білімділігіңізбен, салмақтылығыңызбен көзге көрінуіңіз мүмкін дейді. Главное, тілге абай болуымыз керек. Және бүгін сол сіздерге шамалы дұрыс емес энергиясы саусақтарымызды, либо дене жарақатын алып қалуы мүмкін, кесіп алудан абайлаймыз, пышақ дұрыс тапсаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қоян жылы болсаңыз, немесе март айында туылсаңыз, сіздерге бүгінгі жұлдыз ұшынып қалмаңыздар, ол кештен басталды, ұшынып қалмаңыздар, дұрыс тамақтаныңыздар, мамаларыңыздың денсаулықтары, өзіңіздің денсаулығыңыз, балдарыңыздың денсаулығына қатысты. Бірақ недвижимостьке қатысты ма, әлде үйдің түрлігіне қатысты ма, бір шамалы бір ақша түсуі мүмкін. Либо просто мен үйде жұмыс істемеймін, көбісі қыздар жасады, сіздің прогнозыңыз жұмыс істейтін адамдар ғана алған ау деймін. Жұмыс істемейтін болсаңыз да, көп үйдің түрлігін жасап қойдың, либо енеңіз ба, либо күйеуіңіз ба, ақша беру мүмкін, ақша түседі. Аз-маз, ойыңыздағыдай бір көп емес, бірақ аздау ақша түсуі мүмкін. Бірақ дәл бүгін жұрт бәрі есі кеміз 99, либо шамал, біздің Қызылорданікі бойынша шарик, бір есі кемі адам сияқты деп сондай сөздер аузыңыздан шығуы мүмкін. Либо сіз сондай сөздерді естейсіз ба. Есі кемістік дегенді сондай сөздер естуіңіз мүмкін. Бір нәрсені дұрыс жасамасаңыз, либо балдарыңыз бір нәрсені дұрыс жасамаса, сабырлы болыңыздар, салмақты болыңыздар. Енді балдардың денсаулығында құлағы, бүйрегін абайлаймыз. Балдардың сол жігіті проблемасын абайлаймыз, жас қорыту ұшынып қалмасын. Сәттілік сіздерге. Ұлу мен жылан жылғы болсаңыз, ұлу жылғы болсаңыз, либо жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылсаңыз, немесе май айында туылсаңыз,
июньнің 7-сіне дейін. Онда сіздерге бүгінгі күнде бала мен әкенің бір-бірімен ұрсып қалуын көресіздер ма? Ұрсып қапты, ренжісіп қапты деген көресіздер ма? Бірақ бүгін сіздердің тілектеріңіз қабыл болады. Сіздің тілек-тілегіңіз міндетті түрде періштеңіз қасыңызда, тілегіңіз орындалады деп көрсетеді. Бір жағынан тез-тез осы бола қоймадың кесірінен, тез-тез жасай қоймады дегеннің кесірінен бір әкенің балаға реніш болуы мүмкін. Бірақ аз-маздап сол әке мен балаға ақша да түсуі мүмкін. Бірақ сізге сол тілек-тіле деп көрсетеді. Жібермейміз. Күндеріңіз өте сәтті өтсін. Жылғы болсаңыздар, немесе июнь айында тусаңыз, шілден 7-сіне дейін сіздерге бүгін недвижимостьке қатысты бір қозғалыс жасауларыңыз мүмкін, либо қымбат затқа ма сатып аласыз ба, әлде сатасыз ба, әлде документімен жүгіресіз ба, недвижимость деген не ол? Әркімге әртүрлі, біреуге үй, біреуге машина, біреуге жер, біреуге просто қымбат зат, алтындар болуы мүмкін. Соған қатысты энергия жүріп тұр, бір жағынан мамаңызға қатысты энергия жүріп тұр, үлкен әйел адамға. Және мынандай естуіңіз мүмкін, үлкен әйелдің бір жас баламен жүруін, либо қазір альфон шрифттерін көбеюі деген сияқты. Сол жағынан сондай нәрсе естуіңіз мүмкін, әлде көруіңіз де мүмкін бекен. Осындай энергиялар жүріп тұр енді. Либо просто үлкен әйел адам бастық болатын болса, мысалға любой жерде, жас балдарға бүгін көмек беруі шығар. Мүмкін ол сіз болуыңыз мүмкін, либо біреуді көруіңіз мүмкін деген сияқты. Күндеріңіз сәтті өтсін. Қой мешін жылғы болсаңыз, немесе шілдеде тулсаңыз, либо август айында тулсаңыз, сентябрьдің 5-6-сына дейін сіздерге арналады. Бүгін 15 қыркүйек күні сіздерге білімділігіңізбен, білімге өте жақсы жұлдыздар күш түсіп тұрды. Бүгін білім бастауыңызға болады, либо балдардың біліміне қатысты жақсы жұлдыздар, білімге қатысты жақсы жұлдыздар, трезво жағы бағалайсыздар, именно білім жағын деп көрсетеді. Және сіздерге сон наказание, не любви сияқты келіп тұр, ол тышқандар мен қояндарға келетін еді, именно сізге келіп тұр. Абайлаймыз, жала жабылу, именно кекс жағынан, либо өзіңіз повод бересіз ба, егерде жігіт болатын болсаңыз, қыздарға барып, просто именно сол кекс жағынан абайлау болу керек, махаббат жағынан вообще келгеніңізде. Егерде отбасына махаббатыңыз болатса, ол күшті, бірақ сыртта емес. Күндеріңіз сәтті өтсін. Тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында толсаңыз, октябрьдің 5-6-сына дейін, либо 7-сіне дейін, әр жыл енді әртүрлі несі күндері. Сіздерге бүгін той, қуаныш шығып тұр. Қыдыруларыңыз мүмкін, либо қонақтар келеміз, либо сіз барасыз ба. Еще періштеңіз қасыңызда, бірақ жолыңыз болады деп көрсетеді. Бірақ енді именно сіздерге конфликт болуы мүмкін. Бала мен әкенің арасында, әкенің мынандай қырсықтық еш нәрсеге бір осы заманға дамымайған адам сияқты, баяғы заманда қалып қойған сияқты деуіңіз мүмкін. Либо әкеңіз болмаса, либо ағаларыңызды ма, либо бастықтарыңызды ма, сондай бір именно қырсықтық кесірінен шамалы сөзге келіп қалу деген сияқты. Именно қырсықтың кесірінен бір күнім дұрыс емес өтті деп өту ма. Негізі бүгінгі күнің өзі сол стресс күн ғой. Бүгінгі күнің өзі сол құлақта байлау керек, көзді байлау керек. Бүгінгі күн давление, жүрек абайлау керек. Және бүгінгі күнің өзі былайынша машинамен авария болуы мүмкін деп көрсеткенде, көрсетеді ғой, дәл сол сияқты. Сол конфликт болатын күн. Енді тауықтар былайынша енді періштелеріңіз қасыңызда екен, бәрібір сонда да абайлаймыз. Ит жылы болсаңыз, немесе доңыз жылғы болсаңыз, және октябрь айында тусаңыз, немесе ноябрь айында тусаңыз, 7-сіне дейін, ноябрь айында тусаңыз, декабрьдің 7-сіне дейін тусаңыз деген ғой. Сіздерге арналады. 15 қыркүйек күні сіздерге аллергия ма, денеңіздің терісіне қарай абай болу керек. Бірақ бүгін барынша ешжақ болып жұмыс жасайтын болсаңыз, кешке таман жақсы ақша түсуі мүмкін деп көрсетеді. Бірақ сонымен қатар өзіңіздің денсаулығыңыз, балдардың денсаулығы, именно кожа, баланы үлкен ұлдың басын ұрып алу, либо өзіңіздің үлкен ұл болатын болсаңыз, басыңызды ұрып аласыз ба. Кіші ұлдың бір башбайларына қатысты абай болу керек. Өзіңіздің денеңіздің терісіне абай болу керек деген сияқты. Бүгін сол барынша шаршап жұмыс істедім,
шаршадым, онысымен мына балдардың денсаулығы, өзім денсаулығым деуіңіз мүмкін. Енді абайлайсыздар ғой. Күндеріңіз жақсы сәтті өтсін. Бірақ енді бүгінгі күн әбден еңбектенсеңіз, бүгінгі күн ақша түспесе де, бүгінгі күн еңбегіңіздің өтемі қайтады деп көрсетеді. Қайтарымы бар. Сондықтан барынша мен жұмыс жасамаймын, үйде отырған адам дейтін болсаңыздар, бүгін сол барынша жұмыс жасаймыз. Сол кезде энергия қозғалады сізде. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Барлық жақсы болады.